Bitti, bitten. Raul. Aha! Otto! Beri gele koy. İşke gireyik. Töbesi tesik eken. Mine. Ay! Ol үшін қарағай керек. 2-де 4. Шыршадан әкел. Қарағай жарамайтын сияқты. Мына таяқты көрші шебер. Ой, ой. Тоқта. Тоқта. Та-дам! Ay! Тоқта. Тоқта. Tokta! Бұна ойын жақсы екен. Қызық болды. Otto! Otto? Otto? Жоқ, тастама. Жоқ, балақай. Тоқта. Қане, көтер, қоқысты арнайы жәшікке таста. Плодди не деген қатал ең? Қатал болғанымен әділмін. Саябақтың тазалығына біз жауаптымыз ғой. Ұсталдың. Қане, лақтыр! Ричард ағай, бірдеңе сұрайыншы. Сен әке болу туралы ойлап көрдің бе? Мен бе? Балаларым болса дейсің бе? Иә, балаларды жақсы көресің ғой. Плодди, балаларым болу үшін алдымен үйленуім керек қой. Неге? Солай ғой. Неге? Ол енді... Оның себебі көп, Плодди. Эй, асықпа! Саябақтағы жануарларды басып кетпе. Тиін шыға келсе алдыңнан. Ал үйлендік делік, содан соң? Рөліңді дұрыстап қой. Үйленген соң балалы болуға болады. Үйлену біреуге әке болу жоқ. Плодди, полициядағы жұмысым толып жатыр. Жұрттың тыныш ұйықтауы менің міндетім. Қылмысты зерттеу, ұрыларды ұстау. Сен барсың дегендей. Иә, мен бармын. Сен екеуміз, Плодди, нағыз доспыз. Мұнда ойнау үшін Не? келдің бе? Ойын. Білмеймін о не дегеніңіз. Ойын. Битті. Ойын дейді. Табиғатқа қызығатын шығарсыз. Зәқ қызық. Ондай болса, қош келдіңіз. Тек қоқыс тастамаңыз. Байқадың ба, Плодди? Бұл сұлу бикештер біздің табиғатымызға қызығады екен. Бірақ саябақтың ережелерін біліп алу ешкімге де артық етпес. Менің қызым полиция қызметкерлерін ұнатады. Битін. Ой, абайлаңыз. Брат,